Ас бөлмеге кірсем, мама мия, біреуге бомба тастап кеткен секілді. Ужас, астаң кестең болып отыр ғой. Қой деп енді ас бөлмені жинауға кірістім. Көшеге жұмыстарымды бітіріп келейін деп шығып кете қойғанмын ғой. Шығып кеткенде бір жартақ сағат қана болған. Жарты сағаттың ішінде менің балаларым ас бөлмені үстіне астына төңкеріп тастаған ғой. Ойбай. Жинап жатырмын, шашылып жатыр. Bir жерді тастаймын, екінші жерді тастаймын. Ужас. Ыдыс дегеннің тура батып қалған ғой. Ойбай, мыналар не істеген соғырша дедім ғой мен. Балаларға ұрсып алып келіп, осы жердің бәрін пачақ-пачағын шығарып, жинап жатқан соң ғой тарсылдатып, пашамайттар-ай деп қоясың арасында. Ой, тоғысын не керек, бәрін осылайынан тазалап, бірінен кейін бәрін жақсылап тұрып жауып. Осы жерді жинап болғаннан кейін менің бір неге жинауыма уже желанием қашып кететін болды ғой дедім ғой. Осымен бәрін бітіріп аяқтадым.